Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз ба апай? Бүгінгі күнге барлықтарына сәттілік тілеймін. Сабағымызды бастамас бұрын психологиялық дайындық бір-бірімізге керемет көңіл-күй сыйлайық. Бөлмен әдісі арқылы. Бір-бірімізге көңіл-күй сыйламас бұрын мына жердегі тұрған шеңберлерден бір-біреуін өзіміз таңдаған түсімізді аламыз. Қолымызды жібереміз. Енді бір-бірімізге жақсы тілектер айту арқылы қолымыздағы шеңберді лақтырып, жақсы тілектер қойыңыз. Қызыл түсті шар секілді, қызыл раушан гүлдей жайнап жүр. Ерасыл, сен осы жасыл түсті шеңбердей жарқын көңіл күймен сабақты керемет аяқта. Өте керемет. Ары қарай. Әлібек, көк түс сияқты бүгінгі сабақты 5-ке оқы. Соған сәттілік айтсаңыз. Санжа, мен саған бүгінгі көк түс сияқты күрді сыйлаймын. Апай, мен сізге бүгін сәттілік тілеймін. Өте жақсы, рахмет. Мен сендерге барлықтарыңа бүгінгі сабақта керемет көңіл-күй тілеймін. Осы түс арқылы орнымызға отырамыз. Балалар, өз-өзімізді бағалап отырамыз. Барлықтарыңа бағалау парағын тарап беремін. Үй тапсырмасы. Бірінші аты жөнімізді жазып қоямыз. Сөйтеміз де үй тапсырмасы бойынша, бірінші тапсырма бойынша, екінші тапсырма бойынша өз-өзімізді бағалау парағына бағалап енгізіп отырамыз, балалар? Енді өткен тапсырма бойынша мен сендерге қазір WordWell платформасы арқылы тақтаға қараймыз, назар аударамыз тақтаға. Бұл жерде балалар 1, 2, 3, 4, 5 сұрақ беріледі. Негізгі еліктеу дейтіміз ол бұлжытпай орындайтын бөлшектеуге келмейтін Әлібек айта отырам. Жұрнақ жалғану арқылы жасалатын түбірге жұрнақ жалғану айта отырам жаңы. Еліктеуші менен жүзеге мысал келтір дегенге, мысалға еліктеуші сөз. Мен даладан сатыр-сұтыр еткен дауысты естідім. Яғни бұл еліктеуші сөзге жатады. Себебі еліктеуші деген сол мысалға бір нәрсені құлақпен есту арқылы сатыр-сұтыр еткен ол мысалға еліктеуші сөзге жатады. Егер сатыр-сұтыр естуге еліктеу сөз нешеге бөлінеді? негізгі және туынды еліктеу сөз. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күні 1 наурызды алғыс айту күні деп жариялаған. Қай жылы? Қай күні болады? 1 наурызда. Кімге алғыс айтқымыз келеді? Өзімді дүниеге жаратқан әке-шешеме алғыс айтқым келеді және маған осындай білім нәрін беріп жатқан достарыма, қолдап жүрген және туыстарыма, жақындарыма, ата-анама, ұстаздарыма алғыс айтарым. Өте керемет. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мың алғыс саған қазақ халқы». Сабағымыздың мақсаты мәтін тақырыбы сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау, мейірбандық танытып, оларды өз туғанындай қабылдаған қазақтарға алғысқа айту күні ретінде атап өтеу әділетті болу керек деген махаббатымызды мерекеде керемет тілектер айтылу арқылы бір-бірімізге мейірімімізді, бір-бірімізге деген кішіпейілдігімізді арттыру мақсатында қойылған. Ең бірінші алғыс айту күні тек қана қазақ халқына ғана емес, үйдегі ата-анамызға ғана емес, ұстазымызға, ата-анамызға, бауырымызға, қазақ халқымызға, өзіміздің отанымызға, тілімізге барлығына алғыс айтып, өзіміздің ішіміздегі жақсы сезімді білдіру мақсатында бір-біріңді ортада жақындастыру, мейірімділігін бір-біріне, қазақстандықтардың бір-біріне деген достық сезімін білдіру мақсатында осы күнді не істейміз? Мерекелік атап өтеміз, балалар. Осы сабағымыздың мақсатына жету үшін түрлі тапсырмалар орындаймыз.
Енді жаттығу жұмысын орындаймыз. Мен сендерге бүгінгі тақырыпқа байланысты жеке жұмыс жасаймыз балалар. Сендерге үлестірмелі қағазын таратамын. Соның ішінде бос орынға еліктеу сөздерді қойып жазамыз. Олар селк-селк күлді. Олар селк-селк күлді. Бұл жерде көп нүктенің орнына селк-селк бейнелеуіш па, еліктеуіш па? Бұл еліктеуіш сөз. Әлихан апасына гүрс-гүрс етеді. Бұл жерде еліктеуіш сөз гүрс-гүрс. Себебі мысалға бұл бейнелеуіш екені, бұл көріп тұрда гүрс-гүрс етіп кеткені. Балалар бағалау парағына өз-өзімізді бағалап отырмыз ба тапсырмаларға байланысты? Ұмытпаймыз. Келесі Әлібек. Алғыс айту күні кеңпейілдікке алғыс, адамгершілік қатынасын жақсарту және бір-біріне жылы лебіз білдіру. Өте тамаша. Санжар. Алғыс айту күні бір-бірімен қарым-қатынас жақсы болу, рахмет айту, қуану, бір-біріне жақсы лебіз білдіру. Өте тамаша. Бүгінгі сабақты бекіту мақсатында керемет ән жолдарын барлығымыз хормен орындаймыз. Көкжиек күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейтін әр ақтанда, біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғы жаратқанға. Қалғымас өмір атты жолды жалғыз, барынды бағалары талғаны төс, жарықты сыйлық беріп сана беріп, жасаған жоқтан бармын алғыс. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс распектерге, алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Өткен тіршілікте күндестік, жолдар жылы жұмсақ тілесені, алғыс айт дұшпанға да жоқсың көңіл, оларсыз белгімді еліміздің еді. Жақсы жағымызды байыптар деп, жаманның жауы жауып айтар өтек, сағаттай сырып жатқан дүниеде, алғысын алғыс болып қайтар өтек. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас бәріге, алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Балалар, мына жерде тақтаға қараймыз, барлығын түсіндім, жақсы түсіндім, аздап қиналдым деген мына жердегі ыдыстарға келеміз да, мына смайликтерден өз қалағанымызды саламыз. Кәмпи? Мен бүгінгі сабақты өте жақсы түсіндім. Мен бүгінгі сабақта ерекше қабілетпен өзіме жақсы көңіл-күй алдым және көптеген жақсы білімдер алдым. Мен бүгінгі сабақта өте жақсы түсіндім. Мен бүгінгі сабақты жақсы түсіндім. Мен бүгінгі сабақты жақсы түсіндім және бұл сабақ маған қатты ұнады. Балалар, үй тапсырмасына 6-шы жаттығу. Алғыс айту күні қасиетті де салтанатты күн тақырыбында эссе жазып келеміз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламатта болыңдар.